Мен атым Жұлдыз болады. Құдайберген Абдрахманның анасымын. Нұрлан ағайға Абдрахман 3-ші класс оқыған кезде Инстаграм арқылы келдік. Ағай, сізге қол шапалақтаймын, ерте келіп отырсыз. Ол кезде 6-ші классқа көшкен, 5-ші классқа көшкен ата-аналар болды. Мен ол кезде түсінбедім, жалпы қайда келгенін түсінбедім. Мен 1 жыл өткеннен кейін шешім қабылдап, Нұрлан ағайда оқитын болып шештік. Және сол шешіміміз үшін біз еш өкінбейміз. Финансовый жағынан папасымен ақылдасып, осылай ағайда міне августтен бастап оқу басталғалы жатыр. Не істейміз, баланы оқытамыз ба дегенде жақсы деп бірден төлемін төлеп, баланы августтен бастап қатыстырдық. Абдрахман қиналды, басы қатты дейді ғой, аяғы тәтті. Біз дисциплинамен алып шықты баланы. Біз сабақты қалдырмай бастан аяқ август бастадық, июнь аяқтадық. Және сол дайындықпен мен уже бала оқып жүргенінде, соңғы май айында мен баланы байқадым. Бала уже мынандай қиын есептерді оңай тәсілмен шығара бастады. Жай телефон алдық, Nokia ұстады балам, ешқандай әлеуметтік желіге доступ жоқ. Солай тек қана дисциплинамен оқып шықты. Және 12-ші маусым күні біз 1-ші потокпенен 39-ші лицейға кірдік. Түсіндік, бала өте қиын болды есеп, действительно. Сосын воскресенье 30-тан случайно оқып қалдым да, жауаптар шықты деп ашып қалсам, іздеп бастадым. 72-ші орында тұр. Абдрахман деп терезеден айғайлаймын ғой. Сен грантқа түстің 39-ға десем, мама сенбеймін, сен кеше өтірік алдап едің ғой дейді. Жоқ, сен шынымен түстің деп сол кезде жылап жібердім, шыны керек. Сол кезде бұл терезеден үйге айғайлағаннан кейін үйге жүгіріп келді. Бала шағам бәрі далада ойнап жүрген ғой. Міне қараш деп мен төбемен секіріп, Абдрахман да секіріп, бір жылап, сол жаңағы қуанышымыз әлі күнге дейін міне жалғасып келе жатыр, бір эшомошаға түскен сияқты. Есімім Олжас, Құдайберген Абдрахман әкесі. Келіншегім осылай мастер-класс арқылы Нұрлан ағайды тауып, баламызды берейік деп ақылдасып қолдадық. Ол қолдағы ең үлкен себеп болған еркіс екенін білдік. Өйткені ол бала еркістен тәрбиелаған дұрыс. Курсқа бердік, жазылды, оқыды. Үлгі тұтып жүрген таныс ағам бар, өзі РФМ-шін бітірген. Сол кісімен жақын сөйлесіп отырсақ, Нұрлан ағайымыз сол жезденнің мұғалімі болған екен РФМ-шіде. Сонымен ол кісі мақтап сырттан, сонымен біз өте дұрыс тауыптық бұл ағайымызды деп, бізді оған да қуанып, бірден осы нәтиже шыққан кезде 30 лицейге түсті, Қожықов атындағы деп, ол кісімен бірден бөлістік, ол кісі де құттықтады. Ол тек қана білім жағынан емес, үйде тәрбиесіне де әсерін берді. Рахмет айтамыз ағайға және ол кісінің командасына, қоғам ұжымына. Атым Абдрахман. Ағайға қатысып 39-ші лицейға түстім. Есептер қиын әрі күшті болған. Соңғы айда 3 апта бойы мектепке бармағам. Ол кезде Нұрлан ағайда оқығам. Ата-ана сияқты Nokia-ны ғана ұстасын деп. Болашақта 3 мектептің хоть бы біреусіне түстім деп.